Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына орай Саржайлау кинотеатрында академик Қаныш Сәтбаев көрнекті ғалым ұйымдастырушы атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті мен Саржайлау кинотеатры ұйымдастырды. Шарада университеттен келген оқытушылар мен студенттер қонақтарға академиктің өмірбаянын баяндады. Оның қазақ археологиясына сіңірген еңбегі сөз етілді. Тарихи тұлғаны жастардың біліп оқыған абзал дейді Евний Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультетінің деканы, қауымдастырылған профессор Жамбыл Жұмабеков. 1926 жылы Қаныш Имантайұлы Қарсақбайда геология барлау тобының жетекшісі болған. Және өзі соған арнап мақала жазған. Ұлытау жезқазған өңірінің жаңағы ескі ескерткіштері туралы. Сол ескерткіштерді біз әлі күнге дейін зерттеп келе жатырмыз. Көптеген ескерткіштер сол Қаныш Имантайұлының жазбаларынан біз көріп, қазір барып соны зерттеп жүрміз. Менің бүгінгі баяндамамыз осы Ұлытау өңіріндегі тарихи мәдени ескерткіштер және олардың маңыздылығы туралы болады. Дөңгелек үстелдің мақсаты жас ұрпаққа зерттеушінің елге сіңірген еңбегін жеткізу. Сонымен қатар оның жалпы өміріндегі сәттерін тарихи тұрғыда таныстыру. СССР кезіндегі жасаған еңбегі сол одақтас жаңағы одақтағы сол кездегі болған елдермен жалпы қазақ халқына сіңген еңбегі өте көп. Қазір мынау біздің келген кісілер соның бәрін жақсылап айтып береді деп ойлаймын жастарға, біздің қонақтарға бүгінгі. Енді кинотеатр Саржайлау тек қана біз кино көрсетумен сонымен ғана шектелмейді жұмысымыз. Осындай кино сабақтар әртүрлі тақырыпта өтіп тұрады. Айта кету керек, зерттеушінің 125 жылдығына орай Саржайлау кинотеатрында 11 сәуірден бастап Қаныш фильмі қайталап көрсетіле бастайды. Әділ Тілетайұлы, Талғат Абдрахманов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.